Бәріңізге сәлем, сіздермен бірге Лаура. Бүгін мен сіздерге өте керемет болып шығатын Наполеон тортының рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен таза ыдысымызға ұнымызды салып, оған сары майымызды салып, екеуін жақсылап араластырып, яғни біз крошка жасап алатын боламыз. Біздің крошкамыз дайын болғаннан кейін салқын суымызға шым-шым тұзымызды саламыз да, оның үстіне бір ас қасы осындай яблочный уксус қоямыз, немесе 9% уксус де болады. Осылай жақсылап суымызбен араластырып аламыз да, жаңағы ұнымыздың ортасын қасықтың көмегімен ашып, үстіне жаңағы дайындап алған суымызды құйып, осындай бірінші қасықтың көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Одан кейін уже қолымыздың көмегімен бір келкі қамыр жасап алатын боламыз. Біздің осылай жұмсақ қамыр дайын болып шығады. Одан кейін осылайынан жаңағы ұнымызды себіп, қамырымызды алып, осылайынан ұзын қылып жасап алып, осылай мен сияқты пышақтың көмегімен 8 бөлікке бөліп алатын боламыз. Осылай үстіне кез келген заттың ұн сеуіп, жаңағы бөлшектерге бөліп алған 8 қамырымызды да қойып, тоңазытқышқа қойып қоятын боламыз. Құрамында май болғаннан кейін тоңазытқышқа 15-20 минутқа қойып алатын боламыз. Одан кейін уже біз кремін дайындаймыз. Ол үшін таза ыдысымызға 2 жұмыртқамызды, оның үстіне қантымызды салып, жақсылап бір келкі масса болғанша араластырып алатын боламыз. Араластырып болғаннан кейін үстіне 2 бөліп сүтімізді құямыз. Яғни бірден барлығын құйсақ дұрыс араласпай қалуы мүмкін. Сол үшін бірінші жартысын құйып, жақсылап араластырып, қанытын ертіп аламыз. Одан кейін екінші жарты сүтті құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін осылайынан ас қасықтың көмегімен ұнымызды салатын боламыз. Егер сізде крахмал болса, крахмал қоссаңыз да болады. Егер крахмал жоқ болса, тек ұнның өзін салып жасасаңыз да болады. Осылай салып алғаннан кейін ұнымыз, сүтіміз барлығы бір келкі болғанша араластырамыз. Бұл жерде бізде ішінде түйіршік болып қалмауы қажет. Осылайша кремімізді орташа отқа қойып, жақсылап үздіксіз араластырып тұратын боламыз. Яғни бізде бұл асты жабысып қалмауы қажет. Көріп тұрғандарыңыздай міне уже массамыз біздің жайлап қоюланып келе жатыр. Тоқтамай барынша жақсылап араластыруға тырысамыз. Себебі асты жабысып қалмау керек. Міне уже біздің креміміз дайын болып шықты. Одан кейін осылайынан басқа ыдысымызға құйып аламыз. Бетіне осындай пищевой пленка немесе кәдімгі пакеттерді де жабуға болады. Осылай біздің креміміз суығанша жауып қойып қоятын боламыз. Одан кейін уже коржықтарымызды кезекпен кезек алып, қалған қамырларымызды холодильникке салып қоятын боламыз. Ішінде май болғаннан кейін бөлме температурасына ол еріп кетеді. Сол үшін холодильникте тұрады. Ал алған коржығымызды осылай мен секілді ұнның көмегімен жақсылап жайып алатын боламыз. Егер сізде пищевой пленка жоқ болса, мен сияқты осылай формаға астына ұнды сеуіп жіберіп, үстіне жаңағы жайып алған қамырымызды қойып аламыз. Және де сосын осы бойда сразу жаңағы формамызды қойып
24 диаметрлі осылай пышақтың көмегімен кесіп алатын боламыз. Сонда бізде піскен кезінде ешқандай қиындық тудырмайды. Дайын болғаннан кейін 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Қызарғанша сосын осылай шанышқының көмегімен осылай басып шығатын боламыз. Бұл бізде яғни ортасы ісіп көтерілмеу үшін. Ал бізде коржықтарымыздың барлығы пісіп шықты. Яғни шетінде қалған коржықтарымызды осылай қолдың көмегімен жақсылап ұнтақтап алатын боламыз. Енді суыған кремімізді алып, миксердің көмегімен 1-2 минут жақсылап барлығы араласқанша миксерлеп алатын боламыз. Енді үстіне бөлме температурасында тұрған сары майымызды салып, біркелкі масса болғанша, сары майымыз ерігенше жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Осындай лопатканың көмегімен тағы да бір рет жақсылап араластырып алатын боламыз. Бізде сонда осындай әдемі крем дайын болып шығады. Одан кейін уже коржықтарымызды жинаймыз. Мен осындай кольцоның көмегімен коржықтарымды біркелкі етіп жинап шығатын боламын. Коржығымызды қойып, осылай үстінен басатын боламыз. Одан кейін үстіне 6 немесе 5 ас қасық кремімізді салатын боламыз. Енді біркелкі етіп барлығын жақсылап жағатын боламыз. Егер кремін аз болған қаласаңыздар, 5 қасық немесе 4 қасық жаңағы кремімізді салсаңыздар болады. Осылай барлығын жинап болғаннан кейін осылай шеттеріндегі кремдерін де реттестіріп алатын боламыз. Осындай лопатканың көмегімен жаңағы ұнтақтап қойған коржығымызды осындай шетінен бастап жақсылап біркелкі етіп себетін боламыз. Одан кейін осылай бетіне себеміз. Ал біздің Наполеонымыз дайын. Жаңағы әсемдік ретінде әртүрлі қылып әсемдеуге болады. Мен осындай малиналарды ортасына қойып әсемдедім. Өте керемет болып шығады. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар.